Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Құрметті бауырлар, біздің бүгінгі 3-ші дәрісімізге қош келіңіздер. Бүгінгі дәрісте біз Нәс сүресін оқып үйренетін боламыз. Дәрісімізді бастамас бұрын, келесі сүрелерді өткізіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Ал бисмилля, онда бастаймыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл. Ләмді сукунмен ұстаймыз. Ләмді тербетуге болмайды. Құл. Аузу. Айн бізде бұнда жіңішке. У. Екке созамыз. Сосын сақаузыны шығарамыз. Аузу. Бираббин-нас. Екі б-ны білдіртеміз, мұнда міндетті түрде, көп кісілер осы б-ны білдіртпейді. Одан кейін алиф ләм оқылмайды, бірден нунға түсеміз. Бироббин-нас. Мына жерде екі немесе төртке созуға болады. Бірақ сіз егерде Құранды екімен созып бастаған болсаңыз, мәт аурт деген ережеде, онда бүкіл жерде екіге созасыз. Төртпен созып бастаған болсаңыз, төртке созасыз. Одан кейін мына жерде нун бізде шәддамен келген, яғни мұрынмен ғұнналап ұстаймыз. Ғұнна дегеніміз мұрынмен ыңылдап ұстаймыз, яғни қараңыздар. Бироббин-нас. Екі харакат мөлшерінде ыңылдап ұстаймыз. Мәликин-нас. Мына жерде де дәл солай. Яғни нунды шәддамен не істейміз? Ғұнналап ұстаймыз. Иләхин-нас. Мұнда бізде алиф мансура, яғни екке созастыр, Иләхин-нас. Мин шәррил вәсуәсил ханнас. Мына жерде ихфа, яғни нунды не істейміз? Ыңылдап ұстаймыз. Яғни сукунды нуннан кейін шин әрпі келіп тұрғандықтан, нунды шиннің махражына апарып, жасырып, ғұннамен оқуымыз керек. Ми шәррил ләмға сөйеміз. Екке созамыз. Вәсуәсил ханнас. Әлләзи. Екке созамыз. Әлләзи. Юәсуису фи. Еке. Фи. Суду. Су. Жуан. Ду. Жіңішке. Су. Мұнда көп адамдар негізі соттан кейін, сот жуан болғандықтан бізден естейді, дәлді де жуан қылып жіберіп жатады. Бірақтан бұл өте қате, яғни сот жуан, дәл болса жіңішке болады. Суду риннас. Минәл, яғни сукунға түсеміз, Минәл джин. Нун шәддамен кеп тұр. Ол жерге қатты мұқият болыңыздар. Нунды не істейміз? Ғұнналаймыз. Минәл джиннәти уәннәс. Мына жерде де нунды ғұнналауға қатты мән береміз. Яғни мына жерде бізде уауда негізі созу белгісі тұр, бірақтан оны біз нунға қосатын болғандықтан созу үкімі түсіп кетеді. Ал енді бисмилля, басынан бастап оқимыз. Сіздер мұқият бірге қайталап отырыңыздар. Құл аузу бираббин-нас. Құл аузу бираббин-нас. Маликин-нас. Маликин-нас. Иләхин-нас. Иләхин-нас. Мин шәррил вәсуәсил ханнас. Мин шәррил вәсуәсил ханнас.
және мына жерде х-ны шығаруға мән беріңіздер, иә. Хоннас. Әлләзи ювасвису фи судуриннас. Әлләзи ювасвису фи судуриннас. Минәл джиннәти вәннас. Минәл джиннәти вәннас. Осымен бүгінгі біздің Нәс сүресінен дәрісіміз аяқталды. Келесі сүрені жіберіп алмау үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.